Бәріне сәлем, сіздермен шырағың сөнбесін бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Саяжан Құдайберген. Бүгін бізде керемет подкаст болмақ, себебі бүгінгі біздің подкастымыздың қонағы эксперт, кәсіпкер, психолог және телесный практик, тән және жан сұлулығының эксперті Әсел Ізбасхан. Әсел ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік, қайырлы күн. Жалпы көңіл-күйіңіз қалай? Өте керемет. Жалпы сұхбатқа, подкастқа келіп, сұхбат беруге келіскеніңізге көп рахмет. Жалпы енді сұхбатымыз бастамас бұрын көрермендерге айта кетейін, біздің шырағың сөнбесін YouTube арнамызға тіркеліп, лайк басуларыңызды сұраймын, себебі алдағы уақытта өте пайдалы подкасттар мен сұхбаттарды ұсынатын боламыз. Сондықтан да енді бүгін біз енді подкаст керемет болады деп ойдамын, себебі жаңа айттым ғой, бізде психолог, кәсіпкер деп. Жалпы осы психолог дегенде бірден айтайыншы, осы психология саласына қалай келдіңіз? Біз адамдар болады ғой, көп адамдар мамандығын бала кезден армандайды. Сол сияқты сіз осы мүмкін психология саласын бала кезден армандаған шығарсыз. Немесе қалай келдіңіз осы салаға? Негізі мен психология саласын армандаған жоқпын. Менің мамандығым психология саласына қатысы жоқ. Осы 1,5-2 жыл бұрын мен онкология ауруымен ауырдым. Осы ауруда зерттей келе, өзімні зерттей келе, бұл аурудың маған қандай қатысы болды, мен қайдан таптым осы ауруды. Осының сатыларын зерттей келе, мен психология әлеміне келдім. Және онкологияны жеңуімнің себебі психологияға келіп, өз-өзіңмен жұмыс істеу, өзіңді тану арқылы психология әлемі мені қатты қызықтырды. Мен зерттей бастадым, білім алдым, әлде де білім алудамын. Қазір 1,5 жыл бойы білім алдым. Мен қазір Московский институт психоанализінің бакалаврымын, студентімін, содан білім алып жатырмын. Өте керемет, күшті. Жалпы жаңа айттыңыз ғой, 1,5 жыл бұрын осындай бір қиын сәттерге түстім деп. Жалпы енді бірден ашық айтайық, кеше мен сізді біраз зерттедім, қарадым Инстаграм, әлеуметтік желілеріңізді. Енді ракты жеңген ана екенсіз. Жалпы осы аурумен қалай күрестіңіз, қалай болды? Осы жайында толық айтып беріңізші. Әрине, бұл аурудың негізі ең аты жаман ауру ғой. Былай келгенде бізде қазақта менталитетімізде бұл аурудың атын айтқанда адамға бірден өлім елестейді. Жалпақ тілмен айтқанда. Менде де осындай жағдай болды. Бұл ауруды естігенде қабылдамау болды. Өзімнің қайсарлығым бар, ер мінезділігім бар. Қабылдамай жүріп, соңында денсаулықпен сыналдым ғой енді. Денсаулықпен сыналғанда қабылдауға тура келді. Сен әйелсің ғой. Сенің өткенің бар, болашағың бар, алдағы жоспарларың бар. Осының барлығына бұның бәрі әсерін берді. Стресс болдым, депрессия болдым. Яғни бұл ауруды жеңуге тура келді. Жеңбеске болмады. Соны зерттедім. Бірінші мен әрине медицина саласына көріндім. Ота жасаттым. Ота жасағаннан кейін 4 сағаттық ота, одан кейін 7 сағаттық оянбау, осының бәрі менің халімнің мүшкіл кезінде психологияға келуімнің себебі сол болды ғой. Осы отадан тұра алмай жатқанымда менің халімнің сондай мүшкіл болғаны, менің еш нәрсеге әлім келмей, осы дүниедегі барлық қызық көзімнің алдында өтіп жатыр, бірақ сен сондай момент болады адамда, сен алдыңдағы суыңды алып іше алмайсың. Мына осыны күресу арқылы психологияға келіп, өзімді танып, өзімді зерттеп, бұл ауруды қалай жеңуге болады, әрі қарай қалай өмір сүріп кетуге болады, осы қызығушылықтар арқылы мен жеңдім негізі. Өте керемет. Енді осы жаңағы қиыншылық болып жатқан кезде жалпы не түсіндіңіз өмірде? Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, алдыңдағы судың өзін ішу деген. Енді бұл өмірде мен түсінгенім, қанша сен әйелсің,
сен нәзіксің. Көңілім босайды енді осы сәтте. Кешіріңіздер. Иә, мен түсінемін енді. Бізге айтуға оңай ғой. Қазір сіз жеңіп шыққаннан кейін, қазір маған да айтуға шамалы қиындау бұл проблеманы. Сол хәлің мүшкіл кезінде Аллахтың алдында адамның барлығы бірдей. Әйел адам, әйел заты өзінің нәзік екенін ұмытпау. Бұл ауруға қалай келдім? Әйелдік нәзіктілігімді ұмытып кеткенмін. Аллах мені әйел қылып жаратты ғой. Әйелдік нәзіктік, әйелдік сүйкімдік, әйелдік өзімнің болмысыңды ұмытасың. Сол кезде Аллах сені сынайды осындай аурулармен. Өмірдің қиыншылығы, сенің барлық өмірден көрген сабағың осы ауруға келіп тіреді. Әрине, хәл мүшкіл кезінде адамның барлығы Аллахтың алдында бірдей екеніне көзім жетті. Әйел екеніңді ұмытпауға көзім жетті. Өзіңе өзің жұмыс жасауға көзім жетті. Сенің балаларыңа керексің, сен әйелсің, сен анасың, осыны ұғындым. Өте керемет. Енді жалпы жаңа айтып жатсыз ғой, әйел екеніңді ұмытпау керек деген сияқты. Осы орайда енді энергиясы мол әйел деген кім сіз үшін? Ол не нәрсені жасап жүр, немесе ол не нәрсені жасамай жүр? Сіз осы жайында қызық айта кетіңізші. Энергиясы мол әйел, негізінде энергия Аллах тағаладан барлық әйел затына, барлық адам затына беріледі негізі. Сол энергияны дұрыс пайдалану керек. Энергияның өзінің әртүрлі түрлері бар. Мысалы, энергосбыт бар, энергозатрата бар, энергослив бар. Психологияда осындай терминдер бар. Энергозатрата деп Аллахтан берген энергияны қолданбайтын әйел адамдар бар. Яғни сериал көреді, ананы көреді, мынаны өсектейді, қазіргі жұлдыздарды өсектейді, бір жақсы адам жарқырап шығып жатса, соған негатив айтады. Соның барлығы энергозатраты. Сен Аллахтан келген энергияны өзіңе дұрыс қолданбайсың. Энергослив деген термин де бар. Энергослив деген термин, мысалы, үйдегі керек емес заттар, қажеті жоқ адамдар, осылармен араласу, бұрынғыны еске салу, мәңгі ашуланып жүру, қай жерде жүрсең ашуланып жүр, осының бәрі энергослив негізі. Ал энергиясы бар әйел нені жасап жүр? Өзін тапқан әйел, энергиясы бар әйел. Өзімен өзі айналысатын әйел. Энергияң жоқ болса, мен айтам әйелдерге, спортпен айналыс. Спортпен айналыс. Ол саған энергия береді. Балаңмен айналыс. Сүйікті ісіңмен айналыс, ол саған энергия. Сүйікті ісің, спорт, расымен де энергияңды алмастырасың, энергия табасың. Әрине. Енді осы орайда сіз энергияны не нәрседен аласыз? Мен энергияны негізі сүйікті ісімнен аламын. Мен энергияны өзімнен өзім аламын. Менің сүйікті ісім, 17 жылдық кәсібім сұлулық саласы. Мен сұлулық саласында 17 жыл еңбек еткен адаммын. Мәссаған. Мен сұлулық саласында 17 жыл еңбек еттім. Мен өзімнің кәсібімнен өзім энергия алған адаммын негізінде. Ал осы ауырғалы бері, мен психологияға ауысқанымнан бері, мен энергияны спортпен айналсам, балалармен айналсам, және де алдыма келген әйелдерге көмек берем. Негізі энергияны алдыңа келген адамға жақсылық жасау арқылы алуға болады. Энергияның ең керемет түрі осы. Өте керемет, күшті. Енді осы орайда бір қызық сұрақ қояйыншы. Жаңа біз айтып жатырмыз ғой, сізде де айтып жатсыз, энергиялар бөліп жатсыз ғой. Әйел адам мына энергияны былай жұмсайды деген сияқты. Енді осы орайда сіздің ойыңызша әйелді құртатын немесе құлдырататын не нәрсе? Әйелді құртатын да, құлдырататын да ер адам. Ер адам. Неге десеңіз, жаңа айтып жатыр қой, энергия деп. Әйелдің бір энергия алатын бір тұсы ол ер адам. Еркектен әйел энергия алады негізі. Көп психологтар айтып жатады, әйел энергияны баладан алады, отбасыдан алады. Әрине алады, өзінің бір сатылар бар алады. Бірақ полностью әйел адам энергияны еркектен алу керек. Сол энергияны ала алмаған әйел құртылады және құлдырайды. Неге десеңіздер, әйелге сенімділікті беретін
жанындағы жолдасы. Ол сенімділікті алмаса, әйел құлдырайды, әрине, өзіне сенімсіздікті жоғалтады. Әйелді құртатын осы еркектен ала алмаған мейірім. Қазіргі айтып жатырмыз ғой, өмірде вообще мейірім аз. Әйел адам мейірімді, махаббатты еркегінен алады, өзінің отағасынан алады. Осы мейірім, махаббат жетіспегенде әйел адам құртылады және құлдырайды. Рас айтасыз, келсем, толықтай келсем. Енді келесі сұрақ, енді өзіңіз де ана екесіз. Қазіргі таңда өте өзекті мәселелердің бірі болып жатқан, әлі күнге дейін нүктесін қоя алмай жатқан тақырыптардың бірі, ол жарын сүйсе де жарының баққан анасын сыйламайтын, немесе керісінше ұлын жақсы көрсе де келінін қабылдамайтын енелер бар. Бұнда ене мен келінге немесе қандай кеңес бересіз? Басын қайтып қосамыз, қалай ойлайсыз? Бұл қазіргі біздің заманымыздың өзекті проблемасы ғой, ене мен келін деген. Негізі мәселе келінде болып тұрған жоқ. Бұны зерттей келе мәселе енеде болып тұр. Бұның барлығы тәрбиеге байланысты негізінде. Сенің үйіңе келген келінің, ол сенің балаңды жақсы көріп келеді. Ол сенің балаңның таңдауы. Ол ененің таңдауы емес. Осы кезде енелерге айтқым келеді, ол сенің таңдауың емес, ол сенің балаңның таңдауы. Сен балаңның таңдауың, балаң таңдағаннан кейін сен де таңдауың керек. Яғни, сен балаңды қалай жақсы көрдің, келінді де солай жақсы көруің керексің. Сен анасың ғой, ананың жүрегі кен. Бала сыйған жүрек келінді де сыйдыра алады. Ал енелердің проблемасы қазіргі заманда мынандай. Өзінің енесіне мейірім көрмеген енелер өзінің келініне осындай қыспақты көрсетеді. Осындай қиыншылықтар көрсетіп жүр, бұл жаман ене атанып кетеді. Ол жаман енемін деп те ойламайды. Өзінің баяғы Совет одағынан, баяғы ғасырдан, баяғы заманнан көрген қиыншылықтарын қазіргі заманға, қазіргі келінге көрсеткісі келеді. Ал біз заманына сай даму керек әйел адам. Сол себепте бұл жерде келінде тұрған кінә жоқ, барлық кінә енелерде деп айтар едім. Енді осы орайда, енді өзіңіз де ене екенсіз. Енді осы орайда қызық сұрақ. Жалпы қызым деп қабылдай алдыңыз ба келініңізді? Әрине қабылдадым. Бұл жерде менде де қорқыныш болды. Қорқыныш болды, біреудің асырап баққан баласын үйімізге келіп қорлап алмаймыз ба деген. Менде қорқыныш қатты болды. Мен ол жерде балама сенбеушілік, өзіме сенбеушілік емес, бір адамның тағдыры, бір отбасының тағдыры тұрды. Әрине қорқыныш болды. Мен өзімді дайындадым, баламды сепарация жасадым. Жаңа психологияда сепарация деген термин бар. Сепарация деген ана мен баланың арасын алшақтату. Сіз балаңызға жабысып алып, жаңағы балаңызды қызғанып, қазіргі көп проблема ғой, енелер балаларын қызғанатын. Бұл ана мен баланың арасында сепарацияның болмауы. Осы кедергі негізінде. Ал менің жағдайымда әрине барлық ана баласын жақсы көреді. Барлық ана баласына жақсылық тілейді. Барлық ана баласына жақсы жар болғанын тілейді. Осы тілектердің арқасында мен баламның таңдауын қабылдадым. Баламның таңдауына мен де махаббатымды бөлдім. Балам қалай жақсы көрді, мен баламнан артық жақсы көрдім. Негізі барлық ана баласы бір жаңағы бұзықтық жасаса, я бір жерде анасына жаңағы не айтамыз ғой жаңағы. Барлық бала бір кінә жасап қояды ғой. Сен анасың ғой, балаңды кешіресің ғой. Ал келінде кішкене кінә жасап қойса, оны кешіру керек. Ол да сенің балаң. Сол себепте мен келінмен ешқандай проблема болған жоқ. Мен әр жерде айтып жүремін. Келінді қызымдай қабылдадым. Келінмен сырласамыз, ақылдасамыз. Кәдімгідей ана мен қыз ретінде араласамыз. Жаңа енді сіздің сөзіңіздің басыңызда айттыңыз ғой, бұл жерде ене мен келіннің жаңағы
айтамыз ғой, недак конфликт дейміз ғой, солай болып жатқан кезде кім кінәлі дегенде сізде бәрі енеге байланысты деп жауап берген кезде ішімнен мәссаған деп қуанып отырдым. Себебі жаңағы айтқан сөзіңізге толықтай қосыламын. Келін болашақта 10-15 жылдан кейін де 20 жылдан кейін де ол болашақ ене ғой. Әрине. Енді өзіңіздің келініңізді кәдімгі қызыңыздай көрдім деп айтып жатсыз. Енді осы орайда енді қазір тағы өзекті мәселелердің бірі, ол мысалы бізде қазақта сөз бар ғой, қыздың бағы бір ашылса, бір ашылмаса сірә ашылмайды деген. Бұл сөзге қалай қарайсыз? Одан кейін жалпы көпке топырақ шашпаймын, бірақ ажырасқан адамдар да көп бізде. Ажырасқан әйелдерге сіз психолог ретінде қандай кеңес ұсынасыз? Ажырасқан әйелдердің біздің қазір қоғамдағы өзекті мәселе. Бұл біздің Қазақстандағы 100% әйел болса, соның 50%-ның мәселесі қазір ажырасқан әйелдер, жалғызбасты аналар. Әрине бұл қуантарлық жағдай емес. Бірақ та мен айтар едім, мен ажырасқан әйелдерді сыйлаймын. Мен оларды даттамаймын. Ол тұрмысқа шыққанда ажырасамын деп тұрмысқа шыққан жоқ. Баланы дүниеге әкелгенде мен бір өзім асыраймын деп ол дүниеге әкелген жоқ. Ол оның тағдыры. Солай болған екен, соны қабылдау керек. Ажырасқан әйел, негізі ажырасқанда ол екі міндетпен ажырасады ғой. Балаға әкенің де орнына әке болады, ананың да орнына ана болады. Осы екі міндетпен ол ажырасып, өзінің мықтылығымен қазір балаларын өсіріп жатқан қоғамда ондай мықты әйелдер көп, ажырасқан әйелдер. Мен оларға топырақ шашпаймын, мен оларды сыйлаймын, оларды қолдаймын. Ол мықты әйел, ажырасқан әйел мен үшін ең мықты әйел. Өте керемет. Жалпы енді сіз өзіңіз психолог ретінде сіздің де алдыңызға қаншама адамдар келіп жатыр ғой. Осы қоғамда не толғандырады сіздің алдыңызға келген адамдарға? Есте қалған бір ерекше кейіпкеріңіз немесе қабылдауыңызда болған ерекше адам бар ма? Осы оқиға мені толғандырды деген. Енді қазір әйелдермен жұмыс жасау арқылы біраз тағдырлар бар екеніне көзім жетіп жатыр. Осы бір жылдан бері мен қанша әйел қабылдадым. Менің түйгенім қазір мейірім жетіспейді. Мейірім, махаббат жетіспейді. Әйелге де, ер азаматқа да. Енді мен ер азаматтарға консультация беріп көрген жоқпын, бірақ әйел арқылы мен соны түсіндім. Бізде мейірім, махаббат жетіспейді әйелдерге де. Әйелдер соның ішінде қыз балалары бар, келіншектер бар. Отбасылық зорлық-зомбылық неден шығып жатыр? Мейірім, махаббаттың жоқтығынан. Махаббат бар, бірақ мейірім жоқ. Махаббатқа сеніп отбасы болудың қажеті жоқ. Ол махаббат бар отбасында, мейірім болмаса, ол жерде отбасы болмайды. Адамға мейірім керек. Анада мейірім керек. Жаңадан барған келінге енесінен мейірім керек. Осы мейірім жетіспегенде отбасында неше түрлі жағдайлар болып жатады. Ұрыс, керіс, айтып жатыр ғой, ажырасқан әйелдерді неге мен сыйлаймын деп. Ажырасқан сен барлық әйелдерге айтар едім, тұрмысқа шыққан уақытында өзі 5 жылдық, 10 жылдық, 15 жылдық, 20 жылдықтарда осындай бір периодтар бар. Әйелді ажырасуға әкеледі. Ер мен әйелдің арасындағы конфликтлар болады. Осындай моменттерде әйел адам ерінің ешқандай болашаққа оның қызығушылығы болмаса, ұрса, ішсе, шексе, осы кезде бастан ажырасып кету керек деп мен кәдімгідей ақыл айтамын. Неге десеңіздер, көп адам қабылдамауы мүмкін. Біздің менталитетіміз қайда, қазақы менталитет қайда деп. Бізде қазақы менталитетте ажыраспауға үйретті барлығымыз советские дети, бізді барған жерінде судай сынып кетуімізді үйренді. Әрине судай сынып кеткен барлығына жақсы, бірақ отбасыдан зардап шегіп жатқан ана, отбасыдан зардап шегіп жатқан бала, ұрыс, керіс, қазір барлығын көргеннен көрі өзімен өзі тыныш өмір сүрген дұрыс деп мен ойлаймын. Қазір неше түрлі жағдай болып жатыр ғой. Күйеуінің қолынан қаза тапқан, күйеуінің қолынан таяқ жеп инвалид болып жатқан қанша қыз балдар бар, қанша келіншектер бар. Біз білетініміз бар, білмейтініміз бар, көрсетіп жатқаны бар, көрсетпей жатқаны бар.
міне осының барлығы осы мейірімнің жоқтығы. Бұл жерде махаббат бар, бірақ мейірім жоқ. Мейірім жоқ жерде отбасы да болмайды. Ол отбасын сақтап қалуға да болады деп айта алмаймын. Енді отбасын құрайын деп жатқан жас жұбайларға кеңесіңіз де осы шығар. Махаббат бар, бірақ мейірім болмау деген сияқты. Сондықтан махаббатта да мейірім де болсын деген сияқты. Әрине. Енді осы орайда қабылдауыңызда болған бір ерекше адам бар ма? Осындай бір ерекше бір оқиғамен келіп? Қабылдауымда қазір соңғы осы бір 2 айда маған жас келіншектер көп келіп жатыр. Соның ішінде бір менің жүрегімді қатты тиген 3 баласы бар жас келіншек, жасы 30-ға да толмаған, жесір қалды. Жесір қалған кішкентай баласы оны бірге де енді толған. Осындай 27-28 жастағы келіншектің күйеуінің қайтыс болып, енесінен сыйса алмай, енесінен поддержка көре алмай, өзімен өзі бөлек шығып, осындай өмірдің қиыншылығын көріп жатқан келіншекке мен кеңес жасадым, терапиялар жасадым. Оның жанып қазіргі қиын жағдайдан шығуына себепші болдым. Қазір мені көріп отырса, өзі де біледі. Негізі бұл жерде де айтатыным, мейірім, махаббат жетіспейді ғой. Мейірім ғой, анадан мейірім, енеде мейірім, жас ана, жесір қалған ана, барар жер жоқ, басар тауы жоқ. Осындай қиыншылық болып жатқанда, кәдімгідей мен қазақтың қыздарын мықтылығына кәдімгідей көзім жетті. Өте қайсар, өте мықты. Мұндай қиыншылықта басқа еуропалық қыздарды, еуропалық жандарды көбісі ішіп шегіп бұзылып кетеді. Ал біздің қазақы қыздардың осындай мен анамын ғой, мен жас болса да мен анамын, мен данамын деп барлық проблемасын жинап қойып, қолын кәдімгідей 2 қолымен бала үшін өмірін арнап жіберген жас келіншекке осындай консультация жасадым. Өте мықты келіншек, болашағы да өте мықты деп айта аламын. Енді бізде қазақта жаңа сіз айтып жатсыз, біздің қазақтың қыздары мықты деп. Расымен де біздің қазақтың қыздары да мықты, қазақ дана халық қой. Керемет сөздер айтылған. Осы орайда бір сөз есіме түсіп отыр. Еркек 40-қа келгенше есі кірмесе қасірет, әйел 40-қа келгенше өңін бермесе қасиет дейді. Осы орайда әйелдердің де басым көпшілігі, еркек адамдардың да басым көпшілігі 30-ға келіп, немесе әйелдер 30-ға келіп, үйден шықпай баласымен отырып қалатын жағдай болады. Кәдімгі стресс, депрессияға түсіп, осы орайда сіз бұндай стресстен қалай құтыламыз? 30-дан кейін өмірді қалай жалғастырған дұрыс? Осы жайында психолог ретінде, психолог маман ретінде қандай кеңес ұсынасыз? Әрине, әйел қай жаста да ол әйел, қай жаста да ол сұлу. Әйел ол нәзік, ол ана, ол жаңа айтып жатырмыз ғой, ол дана әйел, ол ана әйел. Өзінің әйелдің бойында осындай периодтар болады. Жаңағыдай 30 жас деп жатсыз, 25-40 жас. Негізі психологияда осындай терминдер бар. Әйелдің 3 состояниясы болады. Біріншісі жертва состояние, екінші күрес состояние, үшінші ғажайып состояние. Әйелдің ғажайып состояниясы. Вау, күшті. Осындай осы сатыларда әйел осы сатылардан өтеді өзі. Осы сатылардан сынбай өтсе, әрине 40-қа келген әйел қасірет емес, қасиет деп айтамыз. Яғни бірінші, мысалы 25-30 жасында бір стрессовый отбасыда бір жаңағыдай қиын жағдайлар болады. Әйел өзін жертва санайды. Өзінің қоғамға жертва санайды. Яғни, жаңа айтып жатсыз ғой, қоғамға іле салмау, үйде балалы болып отырып қалу, декреттік стресс деп жаңағы. Оның барлығы әйел адамнан өтеді. Ол кезде әйелдің состояниясы жертва болады. Одан кейінгі әйелдің состояниясы, осы состояниеден шыққан әйел күрес состояниеге өтеді. Күрес дегеніміз, яғни әйел уже күресе бастайды. Күйеуімен күреседі, енесімен күреседі, жан-жағындағы адамдармен күреседі, жан-жағына қарайды, ол бұл кезде дамиды. Даму арқылы осы неше түрлі стресстен де өтеді ол. Ал 40-қа келген әйел, ақыл тоқтатқан әйел, бұл ғажайып состояние. Яғни жаңағы
ғажайып состояние дегеніміз ол барлық нәрсені қабылдайды. Күйеуінің қандай болса да ол қабылдайды, енені қандай болса да қабылдайды. Яғни бұл ғажайып состояниеде әйел нағыз проработанный әйел, өзінің энергиясын қайда жұмсарын білетін әйел, өзінің өмірде орнын білген әйел. Мына ғажайып состояниедегі әйел. Мен осы состояниедегі әйелді 40 жастағы қасиетін жоғалтпаған әйел деп айтамын. Мәссаған, күшті. Этаппен дейсіз ғой, иә? Барлығы этаппен, иә. Осы ғажайып состояниедағы әйелдің қазіргі сізде болып жатыр ма? Әрине, мен де қазір сол ғажайып состояниедемін. Өмірде не бар, барлығын қабылдайсың, ақыл тоқтатасың, сен уже ақылдысың, мудрыйсың. Баяғыдай алып ұшып тұрған жоқсың. Әр нәрсеге, барлық нәрсеге сен ақылмен қарайсың, ақылмен шешім шығарасың. Осы сіз келеді дегеннен кейін мен сіздің инстаграмыңызды, бүкіл әлеуметтік желіңізді қарап шықтым. Жаңа жалпы айтып жатырмыз ғой, қабылдауыңыз деп. Егер сіздерде бір қосымша сұрақтарыңыз болса, психолог керек болып жататын болса, бір нәрсе мазалап жүрген жағдай болса, біз Әсел ханымның төменге әлеуметтік желісін жазып қоямыз. Байланысқа шықсаңыздар, ол кісі міндетті түрде жауап береді деген ойдамыз. Әрине. Кез келген сұрақтарыңызбен өздеріңіз толғандырып жүрген, қазір қоғамда көп қой, неше түрлі мәселелер бар. Сізге Әсел ханымға жазсаңыздар болады, төменге инстаграм парақшасының барлығын жазып қоямыз. Енді осы орайда кеше сізді зерттедім, біраз парақшаларыңыз қарап шықтым. Сол кезде бір қызық дерек оқып қалдым. Жалпы Қазақстан бойынша мәселе ғой, бұлда да проблема негізі. Бір өте сұмдық дерек, өзім таңғалдым. Қазақстанда бір түрмеде 500 еркек жатса, тамақ әкелетін 200 әйел бар екен. Тура сол колонияда 200 әйел жатқан болса, тек қана бір ғана еркек тамағы барып береді екен. Осы өкініштісі, өмір бойы бас бостандығынан айырылған адамға тұрмысқа шығатын, некеге тұратын қыздар бар. Осы жайында енді психолог ретінде не айтасыз? Не нәрсе жетіспеген жағдайда бұндай қадамдар жасалады? Әсіресе біздің қазақ қоғамында. Бұл негізі бұл тақырып маған жат емес. Бұл тақырып мен үшін жат емес. Енді мен қазір айтайын, өмірімде ешкімге айтпаған бір шындықтың көзін ашайын. Осы сіздің подкастыңызда болсын. Мен 8 жыл түрмеге қатынаған әйелмін. Мәссаған. Мен 8 жыл түрмеге қатынадым. Бірақ мен бауырыма қатынадым. 8 жыл түрмеге қатынап, мен қанша мыңдаған адамның тағдырына кәдімгідей не болдым, куәгер болдым. Ол жерде отырған адамдардың барлығы кінәлі деп айтудан аулақпын, әрине. Ол жерге сотталғандардың 50-60% кінәсіз отырған жандар негізінде. Ол жерге баласына анасы барады, бауырына бауыры барады. Жаңа сіздің айтып жатқан жас қыздардың бөтен еркекпен жаңағыдай некеге отырып түрмеге баруы, әрине ол қорқынышты жағдай. Бірақ бұл жерде де өзінің себебі бар. Ол қыздар неге барып жатыр? Осы сұраққа мен кәдімгідей былай жауап бергім келеді. Осы жаңағы түрмеде емес, мысалы осы бостандықта мейірім махаббат көрмеген қыз балалары сол түрмедегі адамнан мейірім махаббат көріп отыр ғой, значит. Олармен де ол байланысу арқылы. Ол барып таныспайды ғой. Ол жерде телефон шалады, оған жетіспеген мейірім махаббатты сол ер адам осы бостандықта жүрген әйел адамға соны береді. Ол женщина любит ушами дейді ғой негізі. Қыздар осыған сынып қалады. Бостандықта көрмеген, бостандықта естімеген әңгімені түрменің ар жағында отырған адамнан естиді. Ол да әрине бір біздің өзекті проблемамыз ғой негізі. Ол бірақ әр адамның выборы оның. Мен бірақ оның 100% барлық отбасы болып кетеді, жақсы болып кетеді деп айта алмаймын. Бірақ оған уақытша осындай мейірім махаббат
уақытша сезім, бұл жерде жаңа сезімнің соңынан кеткен қыздар ғой, негізі сезімнің соңынан кеткен қыздардың іс-әрекеті бұл. Ал бұны тоқтату әрине ол мүмкін емес, ол әр адамның өзінің тағдыры, әркімнің өзінің выборы бар. Түрме жайлы мен осылай айтқым келеді. Ол жердегі адамдардың барлығын кінәлаудан аулақ болу керек. Ол жерде де өмір бар, ол жерде де тағдырлар отыр, қаншама мыңдеген, мыңдаған. Сол үшін олар жайлы мен жаман айта алмаймын. Жалпы енді бізде Дана Абай атамыз бар, иә, ақын. Сол Абай атамыз айтады, адамға үш-ақ нәрсе керек дейді: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек дейді. Ол кісі енді даналығымен, ақындығымен айтып жатыр ғой. Енді біз қазір заманауи тілде, сіз психолог ретінде, кәсіпкер ретінде, телесный практик ретінде жалпы көріп отқан көрерменге қандай кеңес бересіз? Сіздің ойыңызша адамның бойында қандай үш қасиет болу керек? Жаңа сіз өзіңіз айтып жатсыз ғой, мейірім, махаббат деген сияқты. Адамның бойында негізінде сол мейірім, махаббат, осы екі қасиет болса, махаббат барлық адамда бар. Барлық адам ғашық бола алады, барлық адам махаббатын бере алады. Мейірім барлық адамда болмайды. Осы мейірімді берсе, бізде әлеміміз өзгеретін еді. Жаман жағдайлар болмас еді. Неше түрлі жағдайлар болып жатыр ғой. Осындай жағдайлар болмас еді. Негізі мен айтатыным, барлық адамзаттың, барлық әйел болсын, ер болсын, ешкімнің төрт құбыласы тең болмайды. Осы төрт құбылаң тең болмайды. Әйтеуір бір сол құбылаңда бір кем дүниең болады ғой. Сол кем дүниеңді толтырамын деп өмірде арпалыспай, ешкімге өзіңді жаңағы доказать етпей, әйел әйелдігін ұмытпай, еркек еркектігін ұмытпай, мейірім махаббатпен өмір сүру керек деп ойлаймын. Өте керемет, күшті. Жаңа енді сұхбаттасқан кезде ойлағам, қазір үш нәрсе сұрайым. Екеуін сіз уже біліп отырмын ғой, мейірім және махаббат айтатыныңыз. Рас, осы сөзіңіз қатты ойландырды. Махаббат бәрінде бар, бірақ мейірім жоқ деген сияқты. Көп адамда бола бермейді. Күшті инсайт болды, маған рахмет. Жалпы енді бір күшті қызық сұрақ қойғым келіп тұр. Егер сіздің қолыңызда әлемдегі барша әйелге бір хабарлама жіберу мүмкіндігі болса, қандай хабарлама жіберер едіңіз? Барлық әйелге ма? Иә. Барлық әйелге айтар едім, өзіңнің әйел екеніңді ұмытпа, нәзік жан екеніңді ұмытпа, сен анасың, ана екеніңді ұмытпа. Еркектің рөлін ешқандай да жағдай болса, еркектің рөлін алма. Егер еркектің рөлін алдым деген сөз, өмірдің қиыншылығына еркекше кірдім деген сөз ғой. Сол себептен әйел адамның барлығын айтатын, өзіңнің нәзіктігіңді ұмытпай, әйел екеніңді ұмытпай өмір сүру. Рахмет, көп күшті. Жалпы жаңа біз сізді таныстырған кезде психолог, содан кейін кәсіпкер деп айттық. Жалпы осы кәсіп саласында, енді психология саласында біраз әңгіме айттық қой. Енді осы кәсіп саласына қалай келдіңіз? Егер жасырын, құпия болмаса, қандай кәсіппен айналысасыз? Құпиялығым жоқ, жасыратын. Негізі кәсіпіме мен өзім сұлулық саласында жұмыс жасадым. Бұл менің бала кездегі арманым болатын. Бірақ бала кезімдегі арманым мектеп бітіріп жатқанда мені анамның қайтыс болуына байланысты мен орындалмады. Осы кезде оқуға түсуінде қиын болды. Сол кездердің сондай қиын жағдай, қиын заман кезінде менің бала арманым орындалмай қалды. Мен осыдан кейін тұрмысқа шықтым. Тұрмысқа шығып 2 балалы болғаннан кейін барып, мен бала арманымды орындауға кірістім. Яғни сұлулық саласында білім алдым. Сұлулық саласында білім алып жүріп, жұмыс жасадым. Қытайда 4 жыл оқыдым. Осы саланы дамыту, осы салаға жаңашылдық алып келу жолында мен Қытайда 4 жыл оқыдым. Үрімшіде 2 жыл, Гуанчжоуда 2 жыл оқып, Қытайдың үлкен международный международная школа стилистов деген бар. Мен сонда 4 жыл білім алдым.
осы білімнің арқасында өзіме сұлулық салонын аштым. Сол салонда қазір өзім 13 жыл жұмыс жасадым. Осы психология ауысқалы қазір өзімнің салоным жұмыс жасауда, кәсібім бар. Осы саланың нанын жедім. Бұл сала енді сфера услуга ғой. Халыққа қызмет жасау ешқашан өлмейді. Әрине бұл менің сұлулық саласы, психология өзімнің өзім зерттегенде менің бойымдағы бар қасиет екен. Әйтпесе мен бұған дейін де қаншама жұмыс жасадым, мен оларды жасырмаймын. Менен қолымнан келмеді. Осы сұлулық саласы кәдімгідей мықты нәтижелі жұмысым болды. Өте керемет. Жалпы енді қорытынды сұрақ қояйын, енді подкастымыздың қорытындысын қояйық. Жалпы енді сізді көріп отқан, осы подкастты көріп отқан әйел қауымына, қыздар қауымына, жалпы көрерменге қандай кеңес бересіз? Кішігірім бір советіңізді айтып жіберсеңіз. Қыздар қауымы, әйелдер қауымына қазіргі өздеріңіздің состояниелеріңізбен жұмыс жасауды кеңес берер едім. Яғни өміріңізде қандай да бір қиыншылықтар болып жатыр, тағдырыңыз қиын болып жатыр. Барлық адам 100% идеальный емес. Осы идеальный болам деп арпалыспай, өзіңмен өзің жұмыс жасап, өзіңнің жаңағы психологқа келіп, ішіңдегі блоктарыңды, зажимдеріңді барлығын эмоциямен шығарып, өзіңді жаңаша түрде көргің келсе, психологпен жұмыс істеп, өзіңмен өзің айналысуды ұсынар едім. Көп рахмет, Әсел ханым, сізбен танысқаныма қуаныштым. Бүгінгі подкастымыз өте күшті болды. Подкастқа келгеніңізге, сіз осылай сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Сізге бағындырар белестеріңіз көп болсын. Жұмысыңызға табыс, отбасыңызға бақыт, барлығын тілейміз. Сіздермен бірге болған Шырағың сөнбесін бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Саяжан Құдайберген. Бүгін бізде подкастта сұхбатта қонақ болған кәсіпкер, психолог Әсел Ізбасқан. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.